Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ең оңай әрі дәмді кунжут себілген піспе нан, яғни печенье әзірлейтін боламыз. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер, дәмі тіл үйреді. Бізге қажетті ингредиенттер: 3 жұмыртқа, 6 ас қасық ұн, 6 ас қасық шекер, шым тұз және де бетіне себуге кунжут дәндері. Алдымен шұңғыл жұмыртқа, шекер және тұзды қосып, миксердің көмегімен әбден шайқап аламыз. Шамамен 8-10 минут. Әппақ болып көбіргеннен кейін ұнды салып, венчиктің көмегімен жаймендеп араластырамыз. Дайын болған массаны кондитерлік қапшыққа саламыз. Пергамент қағазының бетіне бір келке етіп салып шығамыз. Бетіне қалағанымызша кунжут дәндерін себеміз. 180 градус қызып тұрған пеште 7-8 минутқа қойып, алтын түстес болғанша пісіріп аламыз. Сіздер пештеріңіздің ыңғайына қарай бақылап тұрыңыздар. Мінекей біздің кунжут себілген піспе нанымыз дайын болды. Жұпарisi бөлмені алып кетті. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ас болсын. Рецепт ұнаса лайк басыңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазыңыздар.